Кезекте спорт жаңалығы жерлестеріміз Ирландиядан олжалы оралды. Тамыздың 28 мен қыркүйектің 3 аралығында Дублинде кикбоксингтен кадеттер арасындағы әлем чемпионаты өткен болатын. Жарысқа 47 мемлекеттен 1700 қатысушы бақ сынасты, ал елімізден барлығы 20 спортшы қатысты. Оның 6-ы маңғыстаулық жастар мен жасөспірімдер. Чемпионат қорытындысы бойынша біздің спортшылар жақсы нәтиже көрсетті. 81 келі салмақта дәрежесінде сынға түскен ақтаулық Бекжан Жалабаев алтынға қол жеткізді. Ал 67 келі салмақпен шаршаланға шыққан Түпқарағандық Жалғас Сағатов күміс жүлдеге болды. Оған қоса 3 спортшымыз 3-ші орынға табан тіреді. Шәкірттеріміз енді Жайлаубаев Бекжан 3 кездесу өткізіп, біріншісі жаңағы жергілікті итальянстың, сосын Польша салмағы өсіп кетіп, оның дисципликасымен жеңіске жетті. Сосын финалда түрік мемлекетінің нокаутпен өтті.